Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін трайфл десертінің рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді және нәзік болып шығады, әрі тез дайындалады. Бізге керек құрамның барлығын описанияда төменде қалдыратын боламын. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз дәл қазір бисквитін пісіретін боламыз. Ең алдымен құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. Ол үшін ұнға какаоны және қопсытқышымызды салып араластырып қоямыз. Одан кейін ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз, үстінен қантымызды саламыз. Миксердің көмегімен аппақ масса болғанға дейін араластырамыз. Мінекей аппақ масса болғанға дейін араластырып алдық. Енді алдын ала електен өткізілген және араластырып қойған ұнымызды саламыз. Ұнымызды 2-3 бөлікке салып миксерлейтін боламыз. Егерде ұнымызды барлығын салатын болсақ, қамырымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Сол үшін ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп, жақсылап миксерлеп аламыз. Қамырымыз дайын болды. Осындай сұйықтықта шықты. Формамызға пергамент қағазын қойып, үстінен қамырымызды құйып, 180 градуста 20-25 минутта пісіреміз. Және формамыздың диаметрі маңызды емес, қалаған формаға құйып пісіре берсеңіздер болады. Тағы да айта кететін нәрсе, ол какаомыздың сапалы болғаны дұрыс. Какаомыздың сапасына қарай қамырымыз өте әдемі болып көтеріліп пісетін болады. Піскен қамырымызды осылай таяқшаның көмегімен тексеріп аламыз. Енді кремін жасайтын боламын. Ол үшін творожный сырымызды салып ыдысымызға, үстінен қант ұнтағын салып және сливкимізді құйып, ең төмен жылдамдықтан бастап миксерлейміз. Және жылдамдығын көбейтіп отырамыз. Сливкиміз міндетті түрде салқын болғаны дұрыс. Мінекей бірнеше минут араластырып алдым. Креміміздің қоюлығы осындай болды. Алдын ала суытып алған қамырымызды осылай қолымызбен жақсылап үгітіп аламыз. Ұсақтап аламыз. Пышақпен турап ұсақтап алсаңыздар да болады. Мен осылай қолмен барлығын үгітіп алдым. Ал енді десертімізді жинайтын боламыз. Ол үшін қалаған ыдыс алсаңыздар болады. Мен осындай стаканчиктер алдым. Үгітіп алған қамырымызды осылай барлығына салып шығамыз. Барлығын салып алғаннан кейін үстінен дайын болған кремімізді кондитер қапшығына салып осылай құйып шығатын боламыз. Немесе қасықпен құйып шықсаңыздар да болады. Креміміздің үстінен кез келген жемісті салып шығамыз. Мен осы бананды салып шықтым. Барлығына бірдей қылып бананымызды салып шығамыз. Және үстінен бисквитімізді саламыз. Дәл осы құраммен жасасаңыздар 20-22 стакан шығады. Немесе осы құрамның тең жартысын алып жасасаңыздар болады. Аздау шығатын болады сонда. Үстінен тағы да кремімізді құйып шығамыз. Және қасықтың көмегімен немесе лопатканың көмегімен бетін аздап тегістеп шығамыз. Себебі үстінен шоколадты глазурь құятын боламыз. Ол үшін шоколад пен сливкимізді алып водяной баняда ерітіп аламыз. Менде ол жері түспей қалыпты. Глазурімізді осылай барлығына құйып біркелкі етіп аламыз. Ыдысымызға да дәл осы стаканға салғандағыдай құраммен салып, үстінен глазурімізді құйып, жақсылап тегістеп аламыз біркелкі етіп. Мінекей біздің трайфлымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Арасы өте нәзік, ауызда ериді. Трайфлыңыздың бетін қалауыңызша сәндесеңіздер болады. Мен осылай жемістермен сәндеп шықтым. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге